бізге шешендік сөз өнеріне шешендік және мен тақырыбында әңгіме құрауға беріледі ғой. Иә, ол мүлдем есімнен шығып кетіпті ғой. Не істесек болады? Мүмкін алдыңғы аптадағыдай екеуміз жұптасып өзара әңгімелесеміз? Иә, кетсем. Нұрай, білесің бе? Біз алғаш рет осы шешендік сөз өнері сабағына бармас бұрын бөлмемізге аға әпкелеріміз келіп қорқытып жарқынай қатал деп әзілдесіп еді ғой. Иә, біз ескі мектепте 305-ші дәрісханада ең алғаш Жарқын ағаймен сабақ дәріс өткенде, ағай дәрісті бастағанда, өз өлеңдерімен бастағанда, мен ағайдың қандай мейірімді екен, сөз саптауы өте керемет екенін содан білген. Иә, білесің бе Нұрай, мен дәріс аяқтала сала бөлмеме барып бірден атама хабарластым. Ол да бір шешен кісі еді. Атама осы шешендік сөз өнері жайлы айтып, бүгінгі сабақ қалай өткенін айтып бердім. Сонда атам, қызым, немерем, бұл мүмкіндік қой, бұл сабаққа қалмай қатыс деп өз ақылын айтты. Шешендік деген не екенін, ата-бабамыздан келе жатқан өнер екенін де түсіндіріп берді. Сол кезде мен ойладым, ендеше мен бұл сабаққа қатыспасам болмайды дедім. Иә, Амина, сөйле-сөйле шешен боласың, көре-көре көсем боласың демекші, ағай бізге әр тоқсанда демалысқа шыққанда бізге тапсырма беретін. Сол кезде мен отбасының алдында әңгіме айтқанда, әжем маған тамсанып, ат бәрекелді немерем, бетінен тайма деді. Мен сол кезде шабыттанып, осы сынды ары қарай дамытып алып шығам деген үміттемін. Керемет. Мен де әр демалыс сайын үйге барғанда анама міндетті түрде бір шешендік әңгіме айтып беретінмін. Анам екеуміз дастархан басында әңгімелесіп отырғанда әрбір сөзіне мақал-мәтелдер, нақыл сөз, асыл сөз демекші нақыл сөздер де қосатын. Сонда анам таңырқай қарады. Иә, міне жылдың да оқу жылында аяқталды. Ағай бізге қанша дәріс өтті, қанша мақал-мәтел, нақыл сөздер үйретті. Бұл жаман болған жоқ, керісінше бізге пайдасы тиді. Дұрыс айтасың, Нұрай. Ағайдың әр ісі бізге үлгі, әр сөзі өнеге.